Сәлем достар, қалтаңыз қалай? Кешкі ас дайындадым. Чайнегіме мән бермеңіздер. Кішкентай қызым чайнекті пустой қойып, ұмытып тастап кеткен. Жаны күйіп кетті, сырты тазаланбай сол үшін. Кеше ана Жектің Осидің несін дауын салдым ғой. Сол дау әлі дау болып жатыр. Кәдімгідей ұласып жатыр дауы. Біз бір Осиге не Жекке жарымады бұлдың ұкрайын. В общем, осылай. Не айтарымды ұмытып қалдым, ойымда жатырмын ұмытып қалдым. Кстати, инстаграмға маған мынандай бір сұрақ келіпті бір ер адамнан. Әйелім дейді, мені дейді өзінің әкесімен немесе бауырларымен салыстыра береді дейді. Менің әкем қолынан анау келеді, менің әкем анандай, менің әкем мынаны жақсыдайды, менің бауырым мынандай деп айта береді дейді. Енді сол ары қарай соза, мен бірақ қатты жақсы көремін дейді, ары қарай бұл соза берсе дейді, мен дейді сол келіншегіме деген махаббатымды сондырып алатын секілдімін дейді, жоғалтып алатын секілдімін дейді. Не істесем болады дейді. Ол жігіттің маған неге жазғанын білмеймін, менің енді контентім ондай емес қой, разборка емес та. Бірақ сөйтіп жазыпты бір ер адам. Сосын аккаунтына кіріп қарасам танымаймын мүлдем, танымай табан екен. Айтарым қазіргі жаңағы тек қана ондай келіншектер емес, ер адамдардың да ішінде болады да, оны салыстыратын. Ол келіншекке айтарым енді, сен күйеуге шықтың ғой, жаңағы өз үйінен ажырап бөлек кеттің, иә, сол жігіттің үйіне өйтіп салыстырудың қажеті қанша. Егер сен бауырларыңмен, әкелеріңмен тұрғың келсе қимай жүрген болсаң, күйеуге шығудың қажеті жоқ. Біріншіден. Екіншіден, сіздің ол кісінің әкесінің енді өмір көргені көп қой, уже более опытный деуге болады. А бұлар жаңа жас үйленген болған соң, бұның көрерік әлі алда, иә, үйленер алда. Сосын айтпағым, ол күйеуіңіз сіздің әкеңіз емес, бауырыңыз да емес. Ол басқа адам, ол сіздің күйеуіңіз, ол басқа адам. Ол жеке тұлға. Сіздің әкеңіздің ұқсаудың несі жоқ. Кейде байқаймын, енді көршілерімнен де байқадым. Енелер, келіндермен салыстырып отырады. Келіндерін бірдеңе деп, мына жерім ауырып қалды, шаршап тұрмын, бірдеңеден сексе, мен жас күнімде сондай едім, менің жасыма келсе сондай не боласың деген сөздерге де болады екен. Мен ондай адамдарға айтамын. Ол сіз емес. Сіздің жас күніңіз өтті, сіздің өзіңіздің өміріңіз өтті. Сіз уақытында шаршадыңыз, не істедіңіз, мүмкін действительно құлшынып жүрген боларсыңыз. Сіздің жасыңызға келсе мүмкін басқаша болар ол кісінің өмірі, бірақ ол кісінің өмірі өзінің өмірі. Сосын ер адамдарға айтамын, әйеліңізді аналарыңызбен салыстыруыңыз қойыңыздар. Ол сіздің анаңыз емес, ол сіздің әйеліңіз, келіншегіңіз, екінші жартыңыз, ол сізге ана болмайды. Әйелдерге де айтатыным сол, сіздің күйеуіңіз сізге әке болмайды. Ол сіздің жарыңыз ғой, өмірлік жарыңыз. Тату-тәтті өмір сүру керексіңіздер. Сіз солай жасай берсеңіз, сіздің алдыңызда өсіп келе жатқан балдарыңыз дәл сол тәрбиеленетін болады. Так что ондай заттарды қысқартқан жақсы. Егер өзіңіздің жарыңыздың махаббатын сондырып алғыңыз келмесе. Әркім өз өмірін сүреді, әркім өзінің опытын жинайды, әркім өзі жаңағындай қателік жіберуге құқылы деген секілді. Ол адамның әрбір қателігін, әрбір жаңағы дұрыс жасамаған жерлерін шұқып, жіпке тізіп, әкеңізге, шешеңізге, немесе бауырыңызға теңей берудің қажеті жоқ. Салыстырмалы түрде өйтіп өмір сүруге болмайды. Мен енді дұрыс жеткізе алдым деп ойлаймын. Қазір етім туралы қайтып келемін әңгімеге. Сонымен ал қайтып келдім мен. Тамағымды ішіп бастадым. Балдарым келгенше өзім тамағымды ішіп аламын, сосын балдарым келгенде мен столға отырмаймын. Шау жүремін, тамағымды беремін. Біреу ананы жеймін дейді, біреу мынаны жеймін, біреу су берші, біреу салфетка берші, біреу сүйемін ішемін. Сонымен столға отыруға уақыт болмайды менде. Не істедің қызым? Қалай өтті сабағың? Сұрадым, алдында неге қалып қойдың деп? Пока не переодевайся сейчас. Машинада алуға барамыз. Магазин сходим. Солай. Ана әңгіменім сол. Тағы бір айтатын жайт, не айтайын деп. Кстати, Осидің несі айқайы, сол әлі айқай болып жатыр. Әкім келгенде, әкімнің орынбасары келгенде бізге деді, оны халық болып сіздер өздеріңіз шешу керексің деп. Официальный заявление жазып, жігітке апарып тапсырыңыз, қол қойдырып алыңыз деп та. Біреуін тапсырып, қол қойдыңыз деп екіншісіне. Сосын ол 15 күннің ішінде жауап беру керек сізге деп, отчет алуға ақша қайда кетіп жатыр, неге жаңағы жұмыстар жасалмай жатыр деген секілді арыз жазыңыз деп. Арызды сөйтіп, мен как раз сол күні үйде болмай қалдым да. Сосын жаңағы басқа екі апа шыққан. Екеуі барып қол қойдыруға барғанда ана кісі қоймаймын деп
бірінші айқай шығарған ба сөйтіп одан екінші адамда видеоға түсіріп тұрған адам жоқ, қолай қоймасаң шықпайсың деп есік алдында тұрған. В общем, не керек, сол есік алдында тұрған адамды жаңағы осидегі адам бірінші сол жаңағы қол көтере бастайды соған да, басына сумкамен жаңағы бутылкамен ұрып жібере ма сондай. И бұл сосын мені ұрмаңыз деп бұл жаңағы видеоға түсіріп тұрған адам кәдімгідей ашуланып ызаға келіп айқайлап жатыр да. Видеодан қарасаң мысалға ол осидің адам емес, біздің жақтан барған адам кінәлі болып көрініп тұр да. Бірақ ішінде куәгерлер айтады қасында тұрған. Ана кісі өзі барып жерге құлап, өзі барып стенаға соғылып, сөйтіп скорый шақырып, милиция шақырып, көршілердің үстінен ажар жіберді. Мен де оның несі керегі бар деймін да. Неге бардыңыздар, бармай ақ қойған адамсыздар ғой. Бәрібір біз уже новый председатель сайладық заңды түрде. Біз сол кісіні отырғызамыз сайлаған соң. И ол кісі отырған соң өзі заңды түрде требовать етеді ғой. Неңіз бар еді деймін да. Сау басыңызға бәле тілеп алып. Сонымен кеше больницаға түсті, ойбай давлениесі көтерілді, соғыпты, бір иығын соғыпты дейме, қолын бірдеңе ауыртып алыпты или сындырып алыпты деген еді. И бүгін қарасам шауып жүр жұмыста. Сосын мен отоплением жоқ деп кеше звондадым ғой. Осы уақытқа дейін жоқ десем, қайтем жоқ болса күтіңдер деп айғайлайтын да. Білмеймін не болып жатқанын деп. Кеше оперативно действие етіп, сантехниктерін жіберіп, не керек, жылуды жіберіп, бүгін енді үйім жып-жылы болып, нәскейсіз жүрмін ғой, мәз болып нәскейсіз. Кеше нешегінен бері нәскей шешпей жүрдік, үйдің салқын деп. Әңгіме солай, ондай қатты қызық әңгіме жоқ. Енді ал достар, қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.